қонақтар, мына керуен келді. Керуенді қазір бізді күтіп алып жатыр. Облыстық мәслихаттың хатшысы Қайрат ағамыз. Қайреке, өзіңіз қош келдіңіз деп бір жақсы тілекпен бастасаңыз. Құрметті қонақтар, қадірменді Қазақстан халық ассамблеясының мүшелері, мына сіздерге деген біздің Түркістан облысы Мақтаарал ауданының халқының атынан шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Мына осы қазақ халқымен біргеміз деп, бірге болып, елбасы бастап, оның ішінде бірінші орынбасары біздің облысымызда әкім болған Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев ұйымдастырып, осы мына Қазақстанның бар өкілдері осы жерге өз мүмкіншіліктерін бүгін міне екінші етап 20 үлкен жүк машинасы келіп, онда 180 тонна азық-түлік қажетті материалдардың барлығы, құрылыс материалдарын бәрін жеткізіп отырған мынау барлық Қазақстанның ұлт өкілдеріне басымызды иіп құрметтейміз, рахмет айтамыз. Мен сіздерге айтайын, Қордай өткендегі Қордай ауданында жұмғандардың өзі бірінші болып кеше тағы да бір үлкен машиналар жіберіп, азық-түлік жіберіп, біз қазақтармен біргеміз деп өз ниетін білдіріп отыр. Сондықтан да барлық өкілдеріне біз алғысымыз шексіз. Осы жерде өзбек, украин, барлық ұлттың бар, барлық ұлтқа біз шынымды айтсақ, біз біргеміз. Рахмет айтамыз. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт тілейміз. Аман болайық, көбейік, Қазақстанымыз мықты болып, әр уақытта көп ұлтты болып, бірге болайық. Біз әр уақытта біргеміз. Рахмет сіздерге. Жамбылдықтардың атынан өзіңіз айтыңыз. Дорогие друзья, я руководитель Чечено-Ингурского этнокультурного объединения в войнах Жамбылской области. Сегодня нас объединила вот эта беда, которая произошла в вашем районе. Мы, представители всех этносов Жамбылской области, как один стали в один ряд, и кто сколько мог, оказали помощь, приехали вот здесь покинуть руку дружбу. Хотел бы лично от себя, от своего управления, от всех этносов Жамбылской области поблагодарить всех меценатов, которые оказали дружбу помощи. Поэтому для нас, чеченцев, почему важно, я сам лично напросился приехать, эта земля Казахстана очень приняла нас в тяжелый период времени, не говоря о 44-х годах, даже последние периоды, последние 20-30 лет. Поэтому для нас было очень важно принять в этом участие. Пусть Всевышний примет нашу руку дружбы и всех благ всему народу, терпения. Бізге мамыр. Ай, молодец. Миражапова Мухаббат Сейдуллақызы, Жамбыл облысы ассамблея жанындағы аналар кеңесінің төрайымы. Ассаламу алейкум, құрметті мақтааралдық достарымыз. Біз Жамбыл облысының ассамблея, Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері және аналар кеңесінің мүшелері баршаңызға келі Жамбыл жерінден жалынды сәлем айтып келдік. 26 этномәдени орталықтың мүшелері, Жамбыл облысының аналары, жүрегі ойы сіздермен. Әрине, сондай қауіпті іс-шаралар болыпты. Біз сізге серіктеспіз. Біз өзіміздің қолымыздан аямай, баршамыз қолымыздан келген көмекті әкелдік. Біз біргеміз. Бір ата-анадан туған елбіз. Қазақ еліміз, байтақ қазақ елінің перзенттері ардайым бірге болып, осындай мен айтайын, көбірек жақсы тойлар болсын, бірге болайық. Мынандай апаттар болмасын.